Өткен аптада сіз хиджаб мәселесіне байланысты нақты жауап бере алмадыңыз. Сол хиджабқа қатысты үлкен дау туып жатыр қазір. Мектепке хиджаб киіп келуге бола ма деген сұраққа нақты жауап беріңіз. Жақсы. Рахмет. Жалпы сіздер жақсы білесіздер. Біздің мемлекетіміз конституция бойынша зайырлы мектеп мемлекет деп есептеледі. Мектепте зайырлы. Сондықтан да оның үстіне 16 жылы бекітілген бұйрық бар. Оқушылардың киіміне, формасына қатысты. Ол ешқандай өзгеріске түскен жоқ. Сондықтан да мектеп формасы бойынша, талап бойынша оқушылардың барлығы мектепке оқушы формасымен бірдей келу керек. Оның енді мән мағынасын сіздер жақсы білесіздер. Балалардың біркелкі, бірдей жаңағы білім алуына жағдай тудыру бағытында жасалған дүниелер. Сондықтан ешқандай бұл бағытта өзгеріс жоқ. Барлығы заң аясында және белгіленген тәртіп бойынша бала мектепке келу керек. Яғни хиджаб киіп келуге болмайды. Форма қалай талап етіліп отыр, бұйрық бойынша солай келу керек.